Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен мен Рико, және де бүгін біз Clash of Clans ойынында валькириялармен бірге фанатака жасайтын боламыз. 20 валькирия бар, және де бүгін фанатаканы КВ-да жасайтын боламыз. Сондықтан да осындай әскер дайындап қойдым КВ-ға. Так, КВ жиынтығы басталған, 15 минут болды, енді қазір бастайтын боламыз. Так, мен кімге шабуыл жасайтын барлығын ойластырып қойдым. Бірінші осыған шабуыл жасаймыз. Базасы қалай шығатынын білмеймін енді, әйтеуір валькириялармен бірінші рет шабуыл жасағалы тұрмын, сондықтан да дұрыс шабуыл жасай алмасам ренжімейсіздер. Так, біріншіні КВ-да 24 әскер тұр екен, оның бәрін шығарып бірінші жоқ қылып аламыз, одан кейін барып шабуыл жасайтын боламыз. Так, ал көреміз. 20 валькирияны 10-10 бөліп жібермекшімін. Бірінші КВ-дағы әскер шығарып аламыз барлығын. КВ-да өте мықты әскерлер тұр деп айтуға болады негізінде. Так, енді мак және естіп тастайық, одан кейін оларды шақырамыз. Естіп 2 валькирияны жібереміз, оларды әлсірету үшін. Валькирияны жіберіп аламыз, сонда валькириялармен оларды әлсіретіп аламыз. Енді валькириямен бірінші шабуыл жасап көремін. Ал кеттік. Бірінші валькирияны осы жерден жіберейік. Одан кейін осылай немелі мактарды тастаймыз. Және осылай неме валькирияларды ортаға тастаймыз. Ортаға кіріп кету үшін олар. Және де осылай тастаймыз, және хилка тастаймыз валькирияларға. Так, тағы бір валькирия қалды, оны жіберейік. Ал көреміз не болады қазір. Так, валькириялар ішке кіріп барады негізінде, міне. Өте керемет. Ал не болатынын қазір байқайтын боламыз. Және бұл валькирияның бәріне рейдж жасаймыз. Ал не істейсіңдер? Валькириялар өте тез жылдамдықпен бәрін жоқ қылып жатыр. Өте керемет. Енді мына қалған бір колдунға ешкім тиіспесе, ол ТХ-ны бұзып тастаса өте эпично болайын деп тұр. Так, және біздің король ана жақтың бәрін бұзып жатыр. Король екірде қазір бұны бұзатын болсақ 2 жұлдыз аламыз. Корольдің әлі жаны толып тұр, және валькириялар тұр бұл жерде. Бір емес 2 валькирия, бірақ оның қазір біреуі ғана қалды уже. Және де мына колдун қазір бұзады. И бам, өте керемет, 2 жұлдыз 80%. Одан кейін сразу ұшып кетті мына колдун. Так, 2 колдун және де 1 король қалды. Екеуі де атып жатыр. Енді корольді оның жанын қосамыз өзін. Енді біз 100%-ға дейін ала аламыз ба, соны байқайық. Так, бізде король қалды, және де 2 мак қана қалды. 84% бар. Корольмен жалғыз варвармен Wi-Fi-ста жоқ. Ой, молодец. Так, жаңа бітті. 87% өте керемет эпичный шабуыл жасадық. Өте керемет 2 жұлдыз. Маған надо эпичный ой болды. Так, енді екінші шабуыл жасаймыз. Ол шабуылда. Так, менде кланда маған әскер беріп, жаңа ешкім әскер бермепті. Так, жарайды. Енді бізде тағы да 20 валькирия. Осы жерде бірақта 2 бомбер және де 6 кәдімгі мак бар. Так, және де мен ойымша тез мына заклинание. Ойбай, менде заклинание жоқ қой. Так, тездетіп осыны ускорить етіп заклинание 29 кристалға бітіре саламыз. Сіздер үшін кристалды аямаймын. Так, кристалды сіздер үшін аямаймын. Енді екінші шабуыл жасаймыз. Біріншісі 14-ке кетті. Ол кезде біз почти 100% алдық. Енді бұл жерде 100% аламыз деп ойламаймын, бірақ та бізде король жаққасы. Корольді да тұрғызып алайық. Шабуылымыз мықты болу үшін. Так, король. Қайдасың сен? Ұйықтап отыр короліміз. Хопа. 13 кристалл кетті тағы да. Так.
ал 15-шіге шабылсақ. Тек Wi-Fi стаса болғаны. Давай Wi-Fi. Так, бұл жерде бізде кланда ешкім жоқ, сондықтан да өте қолайлы. Бірінші біз мына король мен королеваға немесін тастаймыз да, заклинаны тастаймыз. Одан кейін валькириялармен былай орта жаққа қарай кіруіміз керек. Сондықтан да бұл жерде шмақты мына колдундарға жібереміз. Так, қаз көрейік қалай жібереміз. Әйтеуір валькириялар мына ішке кіріп кетсе болған. Ал көрейік, не болса болсын. Хайт бір жұлдыз алсақ болғаны тек. Ал көреміз. Так, жан жақтың бәрін қарап алайық. Өйстіп валькириялар бірінші тастап аламыз. Аздарын ғана. Одан кейін өйстіп тастаймыз және корольді жібереміз. Артынан тағы да валькирияларды қосамыз. Ал енді кетті валькириялардың бәрі. Ішіне қарата. Не болып жатқанын бәрін дұрыс көріп тұрған жоқ, бірақ неше валькирия тұр? Біреу ғана ма? Өте қиын жағдай. Так, және мына валькириялар кіріп кетті жағына қарай. Жоқ, бұл жерде біздің көп немеміз өліп қалды. Жарайды, өтпейді, бірақ мына жерде әлі валькирия мен неме бар. Сондықтан да шабуылымыз әлі біткен жоқ, әлі қорықпасақ болады. Білейін, ал жерде валькирияларды қырып жатыр. Жарайды, менде бір идея бар. Так, өйстіп жібереміз. Ал көрейік. Мына колдундар тықын ала алам екен. Давай. Ой, эпично. Өте керемет. Колдундар молодец. Колдундар өзісін өте жақсы орындады. Және мынаны бүйтіп салайық ортаға. Сән болу үшін. Және де біздің атакамыз бітті. Әскерлеріміз де бітті, атакамыз да бітті. Өте керемет бой жасадық. 59% болса да 2 жұлдыз алып кеттік. Өте керемет. Осылай шабуыл жасап 759 бақандай золото мен эликсир және 2800-дай черный эликсир алдық. Уже бізге әскер беріп жатыр, бірақ та уже бізге әскер керек жоқ. Жарайды, кланда тұра берсін, защита дейді болады біздің. Так, енді бүгін осылай естіп шабуыл жасадық. Егер де сіздерге ұнаса, лайк басып қолдап кетіңіздер. Тағы да алда көптеген видеолар шығатын болады. Каналға жазылыңыздар. Жайсыздар, мен болған мен Рико. Сау болыңыздар.